2016 жылы осы қор Қызылорда қаласында осы орталықты ашу барысында мамандарды сараптамадан өткізіп жатқанын естідім. Және мен ол іріктеуден өтіп, осы қорға қабылдандым. Сол кезден бастап біз осы орталықтың немен айналысады деп бізге оқыту барысында барлығын түсіндірді. Аутизм және аутизм спектрі бар балалармен жұмыс жасайтындығымызды. Солай мен еңбек жолымды осы қордан бастадым. 2016 жылдан 2019 жылға дейін мен Қатардағы педагог маман есебінде қызмет атқардым. 2019-21 жылдар аралығында мен супервайзер қызметінде болдым. 21 жылдан осы қазіргі таңға дейін осы орталықтың басшысы қызметін атқарып келемін. Демалыс күндері велосипедпен серуенге шыққан ұнатам. Велосипед айдаған кезде адамның екі жақ, мысалы, оң жақ болу шығар еді, сол жақ, ми жұмыс жасайды, бірдей қоса жұмыс жасайды. Соны мен ата-аналарға да айтам, балаларға балдырған болса да, кішкентай кезден велосипед тебуге үйретіңіздер. Жалпы Күлай Масаққызы, мен орталыққа жұмысқа тұрған кезден бастап, бізді ең бірінші қабылдаған кісі сол кісі болатын. Үнемі бізге білмегенімізді үйретіп, әрдайым әріптестеріне қолдау білдіретін, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін өте парасатты жан деп білемін. Әрқашанда біздерге мотивация беріп, жігерлендіріп отыратын парасатты басшы деп танимын. Ең біріншіден ол кісіні әділ деп айтсам болады, өте әділ, білімді, жұмысына нық, өзінің жұмысын жақсы білетін біздің әділ басшымыз. Қор өзінің обучение, оқу жағынан, мамандарды оқыту жағынан тимбилдинг ұйымдастырады, бізге мамандардың жаңағы эмоционалды айтамыз, выгорание деп, күйіп кету мамандардың ретрит ұйымдастырып, мысалы, ерекше қолдауын әлде де сезініп келе жатырмыз. Ол ақталып та жатыр, себебі бізде көп ата-аналар алғыстарын айтып, әр курстың соңында көз жастармен келіп, менің баламда осындай сөз болмап еді, менің баламда ешқандай реакция болмап еді, ешқандай бір көзге қарап, ондай дағдылар болмады. Бірақ осы орталыққа келгенде, осындай мамандар жұмыс жасаған кезде, біз соны баладан осындай дағдыларды қалыптастыруға болатынын көрдік, түсіндік, үйрендік деп алғыстарын жаудырып жатқан кезде бір риза болып қаласың.